Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Бүгін сіздермен ерекше тақырыпты Әлия Молдағұлованың 100 жылдық мерейтойына орай сынып сағатын өткізетін боламыз. Бүгінгі күнде оның батырлығы мен қайсарлығы туралы көбірек білетін боламыз. Ал енді бастайық. Сынып сағатының басында әскери сапқа тұрайық. Взвод, зел, тек тұр, назар ортаға. Оқытушы ханым, 9-шы сынып сағатына тұрғызылды. Есеп берсең солай, Мейіржан. Балалар, біз сендермен қазір 3 топқа бөлінетін боламыз. Егер бірінші топ тудың таңбасын алатын болса, олар бірінші топ болады. Екінші топ елтаңба тобы. Үшінші тобымыз біздің бәйтерек тобы. Осы парақшалары бойынша кім қалай бөлінді, сол топқа жайғасамыз. Балалар, Әлия Молдағұлованың рухын 1 минут үнсіздікпен еске алайық. Ал оқушылар, Әлия Молдағұлова туралы не білесіңдер? Ол сендерге несімен есте қалды? Мәңгілік біздің есімізде сақтайтын қандай ерлігі бар? 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында дүниеге келген. Жастайынан анасынан айырылып, кейіннен Алматыда ағасының үйінде оқытылған. Кейіннен балалар үйіне, нөмір 46-шы балалар үйіне түскен. 1943 жылы Әлия мергендер мектебін үздік аяқтап, Калинин майданына жіберілді. Қарайсыңдар балалар. Енді осы Әлия туралы біз толығырақ бейнероликті тамашалайық. Жаман қиған қаһарман қыз, оның ерлігі мәңгілікке есте қалады. Әлия, шын есімі Елена Нұрмұхамедқызы, 1925 жылдың 15 маусымында қазіргі Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. Әкесі Нұрмұхамед ит жеккенге айдалып, анасы Маржан ашаршылық жылдары картоп ұрлағаны үшін Әлия Молдағұлова өзінің ерлігімен бүгінгі ұрпаққа үлкен із қалдырған. Ерлігімен батырлығы патриотизмнің, адалдықтың, туған жерге сүйіспеншіліктің негізгі айқын нысаны. Әлияның ізбасарлары бұл әрқашан өз халқы үшін еңбек етіп, тәуелсіздігі еркіндік үшін күрескен, батырлық пен жігерлікті бағдар ете білетін Әлияның ізбасарларын қарсы алайық. Кестені оюлап тігетін саусақтарым күннің күнінде мылтықтың шүріппесін баса-баса селденетте кім ойлаған? Қобданың суында еркелеп жүзіп, бақытты жүрген күндерімді соғыс ұрлайды деп кім ойлаған? Әлияның ізбасарларын жалғастыратын болсақ, қазір сендерге мергендік шеберлік сағаты өткізіледі. Құрметті оқушылар, біз Әлия Молдағұлова туралы көптеген мәліметтер білдік. Енді біз соның Әлия Молдағұлованың 3D арқылы музейіне саяхат жасасақ, мұнда өзінің өмірбаяны, ол қолданған соғыс кезіндегі жасалған фотогалерея, бейнематериалдары туралы толығырақ танысатын болсақ. Яғни бұл 1980 жылғы 5. Мына жерде Әлия Молдағұлованың өзінің қолданған пулемет дискісі, оқ жарақты қораптары, міне гранатасы, отан соғысының берілген ордері, танк бұзар минасы және теміз каскалары көрсетілген. Құрметті оқушылар, бүгін біз сендермен Әлия туралы осы толық мәліметті топтық жұмыста зерттейтін боламыз. 3 топқа қазір сендерге бірінші топ Әлияның балалық шағы мен оның өскен ортасы туралы зерттейтін болады. Екінші топ соғыстағы Әлияның ерлігі мен батырлығы жайлы мәліметтерді зерттейді. Үшінші тобымыз
Қазіргі күнде Әлия Молдағұлова арналған ескерткіштер, кітаптар және басқа шығармашылық жұмыстарды зерттейтін болады. Вятская орта мектебінен 7-ші сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі. Бірақ көп ұзамай 1942 жылы жұмысшы шаруа қызыл әскері майданға жіберу туралы өтініш береді. 1942 жылдың желтоқсанында мергендер 1943 жылы алғашқы шайқастарында Әлия көзге көрініп 91 неміс сарбазын жойды. Насва теміржол станциясының алу кезінде Әлия жаудың пулеметшілер тобын граната өшіре салып болмайды. Әлия Молдағұлованың соғыс тактикасы мен стратегиясы. Ең бірінші оның мергендік шеберлігі. Әлия мергендік өнерін жетік меңгеріп, қарсыластарын дәл көздеумен ерекшеленеді. Ол жаудың маңызды мысалы. Құрметті оқушылар, біз Әлия Молдағұлова туралы оның ерлігін, батырлығын, отанға деген сүйіспеншілігін оқыған кезде өзімізге өте үлкен рух беріледі. Әлия Молдағұлова туралы қаншама кітаптар, шығармалар, мұражайлар ашылды. Соның бірі Әлияның өзіне батырлығына сүйіспеншілігін оятатын әннің бірі Әлия әні. Осы Әлия әнін бірге орындасақ. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен Әлия Молдағұлова өмірбаяны, ерлігі, оның қолданған тактикалары туралы көбірек білдік. Енді біз сендермен осы сабағымызды қорытындылау мақсатында тест тапсырмасын орындасақ. Мынау жерде сендерде QR-код берілген, осы QR-кодты басу арқылы Класстайм сайтына кіріп, құрметті оқушылар, мынау Әлияның соғыс кезінде жазған хаты. Енді біз оның ерлігі мен батырлығына құрмет ретінде Әлияға хат жазып көрейік. Бұл хатта біз оның еліміздің тәуелсіздігі үшін көрсеткен ерлігін бағалап, қандай ойларымыз бен сезімдерімізді жеткізу керектігін жазамыз. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен сабағымызды аяқтай отырып, осы көгершіндер арқылы сабағымыздың қалай өткендігі, не ұнады, тағы нені қосуға болатындығы туралы кері байланыс алғым келіп тұр.